Баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай балды печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін терең ыдысымызға еріген сары май мен қантымызды жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан соң 2 жұмыртқа мен 2 ас қасық балды салып жақсылап миксерлеп аламыз. Егер де сіздерде миксер болмаса, ол міндетті емес, шанышқының көмегімен араластырып алсаңыздар да болады. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып, одан соң үстінен ұнды салып, ортасында осындай углубление жасап, 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап жұмсақ осындай қамыр илейміз. Өте приятно стағанға, қолға жабыспайды. Одан соң қолымызбен осындай домалақ форма беріп, бетіне осындай мен кунжутты пайдаландым. Сіздер жаңғақты пайдалансаңыздар болады. Осымен 180 градуста 20 минутта пешімізде пісіріп аламыз. Осымен печеньеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.